Армысың қазақ елі. Міне бүгін әрбір облыстың өзінің қартаймайтын, зейнетке шықпайтын жаңа әкімімен құттықтаймын. Солардың бірі Шығыс Қазақстан облысының әкімі. Отқа тастасаң жанбайтын, суға тастасаң батпайтын Даниал Ахметов. Осыдан алдын 8 жыл осы облысты басқарған әкім тағы да өз орнына қалды. Президенттің жаңа бұйрығымен осы облыстың әкімі болып тағайындалды. Ал осы 8 жылда не өзгерді? Шығыс Қазақстан облысы немен есте қалды? Жаңа жұмыс орындары, халықтың әлеуметтік жағдайы көтерілді ме? Осыдан алдын бір ай бұрын Риддер қаласында ТЭЦ авариясы болған болатын. Осы жайтты да еске алмай, президент және президент әкімшілігі осы адамды өз орнында қалдырды. Ескі жүйенің адамдарымен біз қалайша жаңа Қазақстанды құрамыз, қалайша жетістікке жетеміз. Осы әкімдер кезінде жемқорлықпенен осы деңгейге жетті. Жаңа бағыттарға жетуіміз үшін бізге жаңа кадрлар керек. Президент та өзінің сайлау алды бағдарламасында кадрлар ауысуын және де жастарға бөлек орын бөлуді ұсынған болатын. Бірақ президент болып алған соң осы сөздерді ұмытқан секілді. Әрбір облыс өзінің әкімімен жұмысты жалғастырып жатыр. Алматы қаласы халықты өзіне жақындатпайтын әкім Ерболат Досаев. Маңғыстау облысы тағы да өзінің әкімімен қалды. Павлодар облысы осы ТЭЦ авариясынан соң Исқақов орнына өзінің көмекшісі Крукты қойды. Олар екеуі де осы салада жауапкер кісілер. Бірақ президент тағы да орынды ауыстырумен қанағаттандырылып қойды. Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Шымкент облысы, Ақтөбе облысы өз әкімдері өз орнында. Осы әкімдер өз облысыны жетістікке жетістіреді деп ойлайсыз ба? Мен өз басым қазіргі үкімет басшысына сенімім жоқ. Өйткені осы бір жыл ішінде көптеген салалар жұмыс атқарылған жоқ. Кінәлі адамдар жазаға тартылған жоқ. Халықтың әлеуметтік жағдайы өзгерген жоқ. Бірақ дүкендегі заттар, әлеуметтік заттар 100% деңгейде өскенін көрдік. Ал бұңа кім кінәлі? Кім бұған жауап береді? Әлбетте, үкімет басшысы. Бірақ ешбір мемлекет басшылары халықтың алдына шығып кешірім сұраған жоқ. Атқарылмаған жұмысы үшін халықтан уақыт сұраған жоқ. Керісінше, халықты кінәлап, $2300 жұмысқа тұрмайсыңдар дегендей сын айтқаны болды. $2300 ежемесячно. Не хотят. Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплаты. $2300 ежемесячно. Ал осы видеоның астынан өз облыстарының әкімдері туралы, атқарылған жұмыстары туралы жазуыңызды сұраймын. Әрбір облыстың реал жағдайы туралы осы комментарияда жазайық. Жұмыс барысы, халықтың әлеуметтік жағдайы, халық болып осы мәселелерді көтерейік. Жаңа үкіметтің жұмыс атқаруына өзімізді бар күшімізді салайық. Халық айтпағанша үкімет жұмыс жасамайды. Сол үшін бірге болайық ағайын.